Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі өрнек тоқып үйренетін боламыз. Мінекей қараңыздаршы, қандай керемет тамаша. Бұл өрнек өзі 16 қатардан тұрады және 6 көзден. Енді бұл өрнектерді мен 8-8-ден бөліп тастаймын. Сол кезде бізге санап отырып тоқуға өте ыңғайлы болады. Мінекей. Ал кеттік ендеше. Осы өрнекті тоқып көрейік. Мен мына жерде 12 көз алдым және мынау теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Ал кеттік енді. Өрнегіміздің бірінші қатары 2 теріс, 6 оң, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. Екінші қатарда біз сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей өрнегіміздің екінші қатарда аяқталды. Енді қазір мен сіздерге тек қана өрнектің тек біреуін ғана көрсететін боламын. Енді үшінші қатар. 2 теріс. 1 жіпті іліп аламыз. 2 оң. Мінекей. Енді мынау үшінші мен төртінші көзі екеуін бірге оңға тоқып жібереміз. 2 оң. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің үшінші қатары аяқталды. Төртінші қатар. Төртінші қатарда біз барлық көздерді сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей өрнегіміздің төртінші қатарда аяқталды. Енді бесінші қатар. 2 теріс. 1 оң. 1 жіпті іліп аламыз. Мінекей көрдіңіздер ғой, іліп алған жіпті іш жағында болатын болады. Мінекей. 2 оң. Енді келесі мына 2 оңды екеуін бірге оң қылып тоқимыз. 1 оң. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 5-ші қатары аяқталды. 6-шы қатар. 6-шы қатарда біз барлық көздерді сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей өрнегіміздің 6-шы қатарда аяқталды. Енді 7-ші қатар. 2 теріс. 2 оң. 1, 2. 1 жіпті іліп аламыз. Мінекей жерде 2 оң. Мына соңғы 2 оңды екеуін бірге оң қылып тоқып жібереміз. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 7-ші қатары аяқталды. Мінекей. 8-ші қатар. 8-ші қатарда біз барлық көздерді сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей 8-ші қатарда аяқталды. Мінекей көрдіңіздер ғой. Енді бұл жерде 16 қатардың тек қана жартысын ғана тоқып болдық. Мінекей. Көрдіңіздер ғой. Қандай керемет тамаша.
Енді қалған жартысын тоқитын боламыз. Осылай екіге бөліп жасақ, бізге өте жеңіл болады. Енді өрнегіміздің бірінші қатары, енді тек қана қазір кері қарай қазір тоқитын боламыз. Енді бұл жол қазір біз сурет бойынша 2 оң 6, 2 теріс 6 оң қылып, осылайынан бірінші қатарын бастайтын боламыз. Мінекей өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. Екінші қатарда біз сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей екінші қатарда аяқталды. Мінекей. Енді үшінші қатар. 2 теріс, 2 оң. Енді қазір біз мынау келесі 2 оңды екеуін солға қарай қаратып, сол білдегешке кигіземіз. Мынау сол жағынан екеуін бірге оңға тоқимыз. 2 оң, бір жіптеліп аламыз. 2 теріс. Осымен өрнегіміздің үшінші қатары аяқталды. Төртінші қатар. Төртінші қатарда біз барлық көздерді сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Енді бесінші қатар. 2 теріс, 1 оң. Енді мына жерде мынау 2 оңды екеуін солға қарай қаратып, сол білдегешке кигіземіз. Сол жағынан екеуін бірге оңға тоқимыз. 2 оң, бір жіптеліп аламыз. 1 оң. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 5-ші қатары аяқталды. Енді 6-ші қатар. 6-ші қатарда біз барлық көздерді сурет бойынша тоқитын боламыз. Енді 7-ші қатар. 2 теріс. Мынау еңгі. Енді мынау 2 оңды біз екеуін солға қарай қаратып, сол білдегешке кигіземіз. Мынау сол жағынан екеуін бірге осылайынан оңға тоқып жібереміз. 2 оң, бір жіптеліп аламыз. 2 оң, 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 7-ші қатары аяқталды. 8-ші қатар. 8-ші қатарда біз барлық көздерді сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей өрнегіміздің 8-ші қатарда да, 16-ші қатарда да екеуі аяқталды. Мінекей. Мінекей көрдіңіздер ғой. Мінекей алғашқы кезде мынау оң жақтан мына жіпті көздерді іліп алып отырсақ, екінші жартысында біз мінекей мына сол жақтан көздерді іліп алып отырдық. Мінекей. Енді тура мына бірінші қатардан бастап қайталайтын боласыздар. Мінекей сол кезде осындай әдемі өрнек шығатын болады. Мінекей бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.
сау саламатта болыңыздар. Жақсы